Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Дарын KZ. Бүгін бізде баспалдақтың төбесіндегі брейнроттарды алып қайт деген ойынды ойнайтын боламыз. Жалпы мен видео басталмастан бұрын біраз ойнаппын. Өзім алдында ойнаған екенмін. Осындай бір нобский брейнроттар бар екен. Енді біздің қолымызда біраз ақша бар еді, оған 195 дейінгі жылдамдық алып қойдым. Енді бізде радугаға жете алмаймыз, бірақ та басқа мифический деген жерге жетуімізге болады. Қазір көретін боламыз. Біз мына жерлерді әшейін өтеміз. Қазір бізде эвент басталып жатыр екен, лава эвенті дейма. Қазір барып қазіргі сары легендарный болу керек, қателеспесем. Ал қызыл бізде мифический. Сонымен біз қазір легендарный зонадамыз, ал қазір мифическийге келдік. Давай, бізде әлі 70% бізде жылдамдығымыз бар. Жайлап азайып жатыр. Енді біз мифическийдің төбесіне жете алады мекенбіз. Соны көрейік. Примерно жетуге болады. Біз тез жетейік қазір. Міне 42%-бен жеттік, бірақ та радугаға жете алмаймыз. Мына жерде 110 мың дейді. Мына жақтағылар, давай басқаларын көрейікші. Мына жерде 12 мың, ал бағанағы 110 әдем беді деп ойлап қалдым. Кеттік, мынаны көрейік. Бұл аз, мынау да аз. 50 мың дейді, бірақ та лава түспепті үстіне. Мына жерде 80 мың дейді, мына жерде 41 дене дейді. Мына жақта аз, мына жақта 140 мың бар екен, бұны алып алайық. Енді ар жаққа барып көрейік қазір. Ол лава эвенті бітіп қалды. Қазір мына бетке өтіп алуымыз керек. Өбей пәске зымырап түсіп кеткеніз. Қазір не жаққа түсейік. Ар жақта бір мықты брейнроттар бар шығар деп көріп атырық. Мына жерде қандай брейнрот бұл? 66 мың дейтін брейнрот екен. Осыны алып алайық та өзіміздің базамызға қайтайық. Мыналар уже азғантай екен, біз уже базаға қайта берсек болады. Енді осы брейнроттарды алып базамызға орнатайық. Сосын қазір біз бұларды дамытып уровень көтеріп қоятын боламыз. Оркала деген брейнротымыз бізде 30 миллион сондай беретін болды. Ал мына брейнротты қазір дамытамыз. Бұл брейнротымыз бізде 13 миллион болатын болды. Біздің базамыздағы енді азғантай ақша беретін брейнроттарды жоқ қылу керек. Мына жерге әкеліп сатамыз. 4-ақ мың ба сондағысы. Бізге ақша жинай беріп, оркала деген брейнротымызды дамыта берген дұрыс. Қазір мен барып бір брейнрот әкелейін. Мына жерге не салады екен? Мен осыны көргім келіп тұр. 1-2 брейнрот салып көрейік осы жерге.
Бұның шығаратын ештеңесі жоқ қой, что-то ше. Мен Қорбосқа брейнротымды жара салдым. Бізде басқаша нелер жоқ па, андай кәдімгідей бір фьюз машина деген сияқты, анау Цунами ойындағы тез болады ғой бұлар, бірақ 2,5 сағат сондай уақыт бола ма не? Енді біз брейнрот алуға шықтық, мына легендарный базаға жеттік. Біз енді осы Радуганың астындағы базадан біз өзімізге керекті мықты брейнрот алайық. Осы жерде бір мықты брейнрот көріп қалдым, 140 мың беретін. Енді осыны алып базамызға қайтуымыз керек. Дайыналарға бір өтірік салайын деп көрейік та, бірақ біз бәрі салмаймыз ғой. Енді базамызға Free Fire'дегідей бүйтіп құлайтын боламыз. Жаңағыда аспанға ұшыр жерді ғой мені бағана. Давай, қайсысы мықты екен? Оркала ма или мына тұрған брейнрот па екен? Давай, екеуіне дамытайық, сол кезде қайсысы мықты екенін көреміз. Бізде оркала мықты екен, осыны дамыта берген дұрыс екен. Оркала дегенді. Мына жерде екен ғой мутация брейнрот. Енді осы жаққа біз өзіміздің брейнротымызды салып қояйық. Мынау бір бәле деген брейнротымызды мутацияға салып қояйық. Бұның өзі біраз уақыт алады. Жарай, 30 минут па не? Осы бір Цунамиді әшейін бір 30 секунд күтетін нәрселер еді ғой. Немене бәле күткен мынаяқ. Давай, келесі бөлімде Цунами түсірдіңіздер, лайк басып тіркеліп қойыңдар достар. Осы видеоның жалғасын салайын ба, әлде салмайын ба, комментке жазып кетіңдер. Айтпақшы, бізде секретін брейнрот бар еді ғой. Осы брейнротта біздің мутацияға салған брейнротымыз шықты. Және де қандай брейнрот екенін бірге көрейік. Бірақ та мықты брейнрот шықпайтын шығар.
қазір көрейік. Мына жерде готовы деп тұр екен. Алып көрсек 8 миллион береді. Чепкваракат добра деген ба не? Осынша күткеніміз қора босқа кетті ғой. Давай бізде мына жақтан бір готовы деп тұр. Мутация брейнротымыз бұл Оркалайдо Тралледон деген 2 триллиард болатын болды. Енді біз байыдық деген осы шығар енді. Бізде енді секретini біраз дамытып қояқ. 170 болды. Бізде қалған ақша жете ме екен? 171, 172 болды. Ақшамыз бітіп қалды. Енді біз ар жаққа бір барып келейік десек, біз ұртыстай береді ғой. Осы ойында түсінбей кеттім да. Секірген кезде брейнроттың үстіне түсіп қаламыз. Біз не жаққа жете аламыз? Смело. Бізді төбеге жете алмай қойдық қой, төбеге. Алдығы видеода жеткен едік қой, не болып кетті? Мынау божественный не брейнрот. Давай тағы біз берілмейміз. Біз тағы да бір рет барып көрейік енді. Бұл жолда тая жеп қалмасақ болды ғой. Мына жерден смело секіреміз, мына жаққа да смело секіреміз, мына арт жаққа да смело секіреміз. Мына жерге Маттеон түсіне секіріп қалған соң. Давай осы жерде видеоны достар аяқтайық. Видео ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңдер.